Сәлеметсіздер ме, құрметті халқым? Мінекей, бүгін біраз болды сіздердің алдарыңызда осылай жазылған кісілерді көрсетпегелі. Бүгін Шолпан апайдың нәтижесін сіздермен бөліскім келіп отыр. Шолпан апайымыз енді кәдімгі ауру деп жүрген сахар деген аурудан айықты десек болады. 14 күннің ішінде. Шолпан апай алғашында келген кезде, бұл кісі негізі 2008-ден бастап екінші тип деп сахар қойылған екен. Сода ғой? Иә. Содан дәрі ішіп жүріп 2018 жылдан бастап 5 уақыт инсулинге көшкен екен. Сөйтіп 4 жылдан бері 5 уақыт инсулинмен жүрген кісі бізге келгенде 14 күннің алдында келген кезде белі қатты ауырады, сырқырап, қақсап, бүйрегі ауырып, ана жерде отырып, жатып алып консультация тыңдағысы келген, білесіз ғой? Мына жерде адам көп болды, бұл кісі мен жатайыншы деп жалынды, әпкесі алып келген үлкен кісі. Ұзақ отыра алмайды, ұзақ тұра алмайды, мүлдем қуаты жоқ, жүріс тұрысы өте баяу. Содан кейін әлсіз ұйықтай беретінсіз, иә? Әлсіз болып жата бергім келеді. Жата бергім келіп, осы жерге әрең жеттім. Осы кісілердің емін алғаннан кейін инсулинімді тастап, бүйректерім ауырған басылды. Денелерім ауырғаны басылды. Инсулинді қалай тастай салдыңыз? Нешінші күн тастадыңыз? 10 күн, 3 күннен алдым, ана дәрінің әсері болу керек. Обострение берді ма? Иә. Құстыңыз ба? Құстым, басым айланды, содан кейін тәбетім жоқ болды. Содан кейін инсулинді тастап көрейін. 5 уақыттың бәрін алмай қойдыңыз? 5 уақытты алмай қойдым. 3 күн сөйтіп жүрдім, алмай өзімді өзім күтіп, аппетитім ашылып, зарядкамды айбеттеп жасадым. Басыңыз айланбайтын болды? Басым қазір онша айланбайды. Күш жинадыңыз? Күш жинап, күнде өзім қазір әкпемен келетін, қазір 5 күн өзім келетін болдым осы жерге, ем алған жерге. Қыздар массаж жасады. Массажында әсері болу керек. Екран қарап сөйлеңіз. Әсері болу керек. Осы ем маған жақты. Инсулинімді тастадым. Инсулин тастағанына қуаныштымын. Ана ауылда үйдегілеріңіз естіп жатыр ма? Естіп қуанып жатыр, барлығы шапалақтап. Той жасайды ғой барғанмен. Жасайды ғой. Қай жерден келдіңіз? Чонжыдан, Чарын ауыл деген жерден. Чонжыдан келген, иә, есімде, Ұйғыр ауданынан келген. Иә, бұл кісі маған келген кезде ұйықтай беретін, сосын тамақты көп жейді, сосын шөлдей беретін. Қол аяғы тастай, сосын аяғыңыздың бір жерінде қанша дегенмен инсулиннен жарақат болған. Инсулиннен жарақатым бар болған, сол аяғымда ол да 3 жылдан асып кетті, ем жазылмайтын жарақат. Жазылмайтын жарақат болды. Хирургтарға бардым, бетін тазалап қояды. Қайтадан сол қалпынан қатып кетеді. Қазір жұмсарып, беттері түсіріп, дәрілерін жағып жатырмын. Жазылып келе жатыр, Жазылып келе жатыр. Шөлдеу бар ма әзір? Қазір шөлдеу бар, азырақ. Бұрынғыдан азырақ? Иә, сөйтіп қояр енді, бір күнде қойып кетті. Негізі Шолпан апайға мен 1 ай деп ем жазып берген. Бұл кісі қызым үйленеді дейсіз ба? Иә, қызым үйленуге жатыр солған. Жақсы, онда алаңдамай қызыңызды қияға қондырып, содан алаңдамай тағы келіп 1 айда ем алып алыңыз, 14 күн сізге өте аз, өте аз. Бірден инсулин тоқтаттыңыз, батыл екенсіз. Көп адамдар бүйтіп тоқтатамайды, негізінде ақырындап тоқтатады. Бұл кісі тоқтатып 3 күн өзін заставить етіп, өзі қуатымен тұрып алды. Енді кез келген адам осылай істеуге болады негізі. Сахардан жазылмайды деген, енді көріп тұрсыздар, біздің орталықта қанша сахар жазылды. Сахар негізі симптом. Ол қуат кеткеннен кейін беріп жатқан шөлдеу, қанның қоюлығы, жаңағы көп жеу, энергия жоқтық, әлсіздік, сол қуат кеткеннен кейін беріп жатқан әртүрлі результатқа қойған сахар деген диагноз ғой. Негізі симптом, диагноз бәрі біз үшін салдар. Біз себеппен күресеміз да, қуатты күшейтіп жүрсек, адам организм өзін өзі емдейді. Сондықтан давление болсын, сахар болсын, жазылмайтын, үнемі дәріге тәуелді болатын аурулардың бәрі айығып кетеді. Оның бәрін біз дәлелдедік. Сондықтан қорықпай келіп емделіңіздер, және оқып алып өздеріңіз емдеңіздер, оқып алып өзге адамға да пайдаларыңыз тиісін. Әрбір қазақ үйренуге тиіс. Қазақ халқымыз ауырмасын, Шолпан сияқты апайларымыз ауырмасын. Рахмет. Осы ұжымға, Тұрсынхан ханымға, осы жердегі барлығы жұмыс істеген қыздарға рахметімізді айтамыз.
жібек деген маған массаж жасаған қызыма рахмет айтам. Уақытымен кел дейді, дәрілеріңізді қабылдаңыздар дейді. Консультацияларына көп рахмет айтам. Мен әлі келіп қаралам. Міндетті түрде. Апай, сіз толыққанды айықтым деп неңіз, просто сіз асығып кетіп бара жатсыз, иә? Асығып кетіп барсыз. Толыққанды айыққан жоқсыз, бірақ инсулиннен құтылдыңыз. Иә, ұйқыңыз тыныш па қазір? Тыныш ұйқым, нормально. Таңертең тұрғанда. Түнде кішілерге жүгіресіз ба? 2 рет ғана барам. Бұрын неше рет? Ой, сағат сайын баратын. Сағат сайын түнімен ұйықтамай, иә? Қазір 2 рет, 1 рет. Таңертең маужырап, әрең күйеуіме шай қайнатып беріп, содан жататынмын. Көп жатудың үстінде болдым осы. 2 жыл болды, көп жататын болдым. Жұмыстар істей алмаймын бұрынғыдай. Қазір енді үйге барғанда істейміз. Бара-бара істейміз ғой. Зарядка бар. Күйеуіңіз білді ме? Білді. Қазір инсулин тастадым, жақсы болды деп айттыңыз. Қайтып тастадым деп айтты. Барлығы чымба деп. Иә, Чолпан апай толқып көзіне жас алып отыр. Әрине, оңай емес. Әркім өз басына түспей бұны түсіну мүмкін емес. Науқастың қаншылықты қиналатын, семьядағы қасірет, бүкіл семьяның негізі берекесі әйел адам денсаулығына десем өтірік айтпаймын. Сондықтан болашақ ана, қазіргі аналар, болашақ әже дейін қарттық, сапалы қарттық болу үшін, ауырмау үшін, семья берекелі болу үшін бүкіл тапқан таянған дәрі-дәрмекке, ауруды емдеуге кетеді. Ол өмірдің ешқандай нем. Енді айта берсек өте көп. Сондықтан көріп отырсыздар, адамның организм өзін-өзі емдейді. Соны іске асырып дәлелдеп отырмыз. Келіп емделіңіздер, оқыңыздар, үйреніңіздер. Қазақ халқымыз ауырмасын. Біздің қазақ ауырмайтын ел болуға сіз боп, біз боп бәріміз күресейік. Рахмет. Өшіріңіз.